Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы макро және микро әлем. Сабақты бастамас бұрын тақырып туралы не білетінімізді қайталап алайық. Бірінші сұрақ: макро және микро әлем нысандарының параметрлерін қалай өлшеуге болады? Жер мен күннің арасындағы қашықтық қандай өлшем бірлікпен өлшенеді? Атом мен молекулалардың өлшемдері қандай? Берілген сұрақтарға жауапты дәптерге орындаймыз. Тапсырманы орындап болсақ, тақырыбымызға қайта оралайық. Біздің бүгінгі сабақтың мақсаты макро және микро әлем нысандарын жіктеу, макро және микро әлем нысандарының параметрлерін анықтау, ал бағалау критерийлері макро және микро әлем нысандарын суреттер бойынша жіктей алады. Барлық оқушы макро және микро әлем нысандарының параметрлерін анықтай алады. Келесі сіздердің назарларыңызға бейнеролик көрсетіледі. Бұл бейнероликтің сілтемесін біздің арнайы чатқа жіберемін, және де мұқият танысуларыңыз сұралынады. Видеомен танысып болсаңыздар, сіздердің назарларыңызға осындай тапсырма ұсынылады. Бұл жерде тапсырманың бағалау критерийлері макро және микро әлем нысандарының параметрлерін анықтайды. Яғни Вен диаграммасы арқылы бір жаққа макро әлем, бір жаққа микро әлем нысандарын жазу. Мысалы ретінде планетаны алатын болсақ, бұл макро әлемге жатады, ал атомды алатын болсақ, бұл микро әлемге жатады. Келесі сәйкестендіру тапсырмасы бұл жеке жұмыс. Бұл тапсырманы орындап болғасын, мені жеке чатыма жіберулеріңіз сұралынады. Назарларыңызға рахмет.